Баршаңызға қайырлы күн. Қарапайым ас тұзының пайдасымен бөліскім келіп отыр. Мен сіздермен астың дәмін келтірген тұз, елдің сәнін келтірген қыз әулие деген екен атам қазақ. Тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар. Денсаулыққа, шаруаға келтіретін пайдалары өте көп. Жылы суға ерткен тұз, тұмау тигенде ауыз шайқаса, тамақтың ауырғанын басады. Тұмаудан мұрын біткенде тұзды сумен әр 2 сағаттан кейін мұрынды шайқап отырса, тұмау жоғалады. Тамаққа суық тигіш болса, жылы суға тұз араластырып, тамақты шайқау керек. Спиртке езілген тұз әр түрлі киімге тиген май таптарын кетіреді. Мен сіздермен және бір өзімнің құпиямды бөліскім келіп отыр. Ас содасын жарты бокал қайнаған жылы суға кішкене чайный ложканың ұшына 1 шымшым соданы салып, араластырып ішсек, жүкті әйелдер әсіресе изжога болған жағдайда осыны ішсе тез басады. Қолданып көріңіздер, өте керемет. Және бір тұздың құпиясы бөліскім келіп отыр. Үй жағдайында үйде жаңағы ер кісілердің аяғында иіс болады, аяқтар терлегіш болады. Соған орай қолданып көрдім. Өте керемет пайдасы. Жылы су, аяқ бататындай етіп жылы су құйып, оған 1 уыс тұз салып, 10-15 минут ұстадым. Күнде мектептен келеді. Келген соң, осылай жылы суға, тұзды жылы суға саламын. Пайдасы өте күшті. Аяқ терлегенін басты, аяқтың иісі кетті. 3-4 күн қолдандым тоқтаусыз. Нәтижесі супер. Енді аяқта иіс болғаннан соң, аяқ киімге де кішкене иісі ұрады. Сол үшін ас содасын салып нәскиге, оны аяқ киім ішіне орналастырып, 24 сағат бойы қойып қойдым. Бұны да 3-4 күн қайталадым. 24 сағат тұрды. Демалыс күндері қолдандым мен. Нәтижесі өте керемет. Пайдаланып көріңіздер. Мен өзім нәтижесін көрген соң сіздермен бөлісіп отырмын. Егер пайдалы кеңестерім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Тұздың, ас содасының пайдалары өте керемет. Өзім нәтижесін көрдім.